Армысыздар ардақтағы ағайын, сіздердің назарларыңызда ақпараттық танымдық сана бағдарламасы. Өнердің ішіндегі қадірлісі де, қасиеттісі де көркем әдебиет. Атақты француз жазушысы Бальзак сөз өнерін бар өнердің басы, өнер атаулының ең қиыны және күрделісі десе, Белинский оны өнердің ең жоғарғы түрі деп бағалайды. Еліміздегі ғажайып шығармалардың бір қаламгердің емес, бүкіл бір ұлттың байлығы, одан әрі адамзаттың асыл қазынасына айналатыны сондықтан. Бүгінгі таңда түрлі тақырыпта қалам тербеп жүрген жастарымыз да жоқ емес. Ендеше экранға назар аударайық. Ақын үшін өмірдің мәні өлеңде. Өрілген гүлдің өлең өрімі. Ақын жанының нұрындай жарқын, көңілінің гүліндей нәзік. Шабытсыз қолына қалам алмайтын Мақпал жақында ғана тарихи тұлға Шоған Абыз жайында жазылған кітабының тұсаукесерін өткізді. Жаңа кітап 3 тілде жарыққа шықты. Бұл қазақ әспеттемес қай тұлғасын, ежелгі қандық дәуір сөз болғанда, би шешен абыз неге айтылмасын. Жырменен аржан ойдың затын біздің, жаттайтын кезіміз ғой атын біздің. Рухы дос бол мөңке бөлтіріктің, аузына сөз саларсың ақын қыздың. Жалпы ақындық жолдағы, шығармашылық жолындағы тың белес тарихи дастан Шоған Абыз жазылды. Шоған Абыз дастаны 3 тілге аударылып, түрікше, ағылшынша және орыс тілдеріне тәржімаланып, бір кітап қып шығарып отырмын. Бұл менің жеке жобам. Жалпы мен шығармашылық жолымдағы өлеңдегі жұлдызымның жарқыраған сәті болды. Содан кейін алдыма мақсат қойдым. Мен осы поэманы міндетті түрде 3 тілге аударып, бір кітап қып оқырманға ұсынам деп. Мінекей сол арманым орындалып отыр. Шоған Абыз осыдан 500 жыл бұрын Есім хан мен Тәуке ханның тұсында өмір сүрген тарихи тұлға. Ел арасындағы дау-жанжалға төрелік айтқан әділ би, халықтың ықыласына бөлінген дана абыз. Ақын Шоған Абыздың ізгілікті істері мен өнегеге толы өмірін жырына арқау еткен. Тұсаукесер болып отырған Шоған Абыз кітабы Мақпалдың бір шығармадағы үлкен белесі және алып отырған тақырыбы анау-мынау емес, үлкен тақырып, тарихи тақырып. Шоған Абыз берісі күллі Албанның пірі, Албанның жаңағы аузына ілінген абыз атасы, арысы күллі қазаққа би шешендердің қатарынан орын алған ғажайып тұлға. Мақпал ақынымыз, Мақпал Мұса бүгінгі күнде қазақ жастарының арасынан үзіліп шыққан, яғни жаңағы бәйгеден аты келіп жүрген ақындардың біреусі. Ол біздің қазақ қыздарына тән сұлулығымен, қазақ қыздарына тән поэзиядағы көркемдігіменен көптің көңілінен шығып жүрген ақын. Мақпал ақынның Мақпал жыры бұл жолы тарих тұңғиығына бойлай, өмірдің сұлу сырын шертеді. Шоған Абыздың тұлғасы арқылы өткенімізге үңілдіреді. Жалпы біз тәуелсіздіктің түлектері осы қазіргі әдебиетте жүрген поэзия болсын, проза болсын, жас қаламгерлер өткен тарихқа өткел төсеп, сол өткен тарихымызды, әдебиетімізді жырлау керек деп ойлаймын. Мақпалдың ендігі арманы қазақтың тарлан тарихын поэзия тілімен өріп, өлмес туындылар жазу. Ал Шоған Абыз жайында жазылған кітабы оның осы бағытта бағындырған алғашқы белесі десек қателеспейміз. Сағатбек аға, қош келдіңіз. Жаңа ғана мына экраннан көріп отырсыз, қалай бағалайсыз? Қазақтың ұлы ақыны Мағжан Жұмабаевтың "Мен жастарға сенемін" деген ұлағатты сөзі, кейін ол сөзді жаңғыртып президентімізді "Мен жастарға сенемін" деп айтты. Шындығында осы жастарда болашақ. Өте жақсы. Бүгін Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің деканы, қарымды қаламгер, өнертанушы, ақын, журналист, баспагер, ұлағатты ұстаз Сағатбек Медеубекұлын студиямызға арнайы шақырып отырмыз. Тағы да қош келдіңіз аға. Рахмет, қош келдіңіз. Тым көтеріп келген жоқсың ба? Жоқ, бәрі орнымен, бәрі сәтімен. Сағатбек аға, биыл сіз үшін айтулы жыл, құтты болсын дейміз. Рахмет. Хабар арнасы сізді осы мерейтойыңызбен құттықтайды. Хабар арнасынан сізге осындай кішігірім сыйлық. Рахмет. Бар болыңыз, нар болыңыз, жасай беріңіз, шығармашылығыңыз өркендей берсін, өсе берсін. Рахмет. Сағатбек аға, енді сізді ел жұрт біледі ғой барлығы, бүкіл қазақ біледі.
Бірақ сіздің мынау алғашқы журналистік қадамдарыңыз сонау Жетісу газетінен басталды, солай емес па? Біздің студент кезде заман солай болды ма, кеңес үкіметінің жаңағы бір солақай саясаты, партиялық көзқарас болды ма, оқып жүрген студенттердің жұмысқа тұруы, жұмыспен шұғылдануы деген, кәсіппен айналысып ақша табу деген нәрсе бір тосындау, бұрыстау көрінетін. Сондықтан біз факультетке айтпай, ақырын жұмысқа тұруға ұмтылғанымыз рас. Мен енді студент кезімде Алматы облысы Жетісу газетінде корректорлық жұмыстан бастадым. Нешінші курс еді? Ол 4-ші курс. Кейін 5-ші курста өнер баспасы редакторлыққа шақырды. Бірақ сол Жетісу газетінің сол кездегі бас редакторы Пернебек Бейсенов ағамыз мені бөлімге алуға бұйрық шығарып қойған екен. Мен корректор болдым. Мына баспа шақырғаннан кейін барып, сол астыртын барып, ол кісілермен келісіп жүрсем, келіп айтсам, Пернебек аға ренжіді. Сені артып жүрсек, осты бүйтсек, мынау жас кадр керек еді, сенің мұның не деген секілді. Баспаның жұмысы ауырлау. Бір қолжазбаны бірнеше рет оқисың. Енді редакторлық жұмыс деген нәрсе, ол өзің танымайтын, өзің білмейтін адамның жан дүниесіне еніп барып, айтайын деген ойын түсініп барып, оның сөйлеу стилін анықтап барып, оны түзету деген нәрсе, ол екі жас адамға ауырлау болды да. Осы әу баста журналист боламын деп армандаған едім, осы қайдан ғана баспаға келіп қалдым деп, осы қайтадан Пернебек ағаға бардым. Осы мен қайтадан алыңызшы дегенде, осы газетте істегім келеді, мұны журналист болғым келеді деп сөйтсем, оны көрейік, басшыларын кеше ғана бар, бүгін кеше қалай болады деп сөйтті, толық жауап беріп қайтып келсем, Серік Әбдірайымұлы ағамыз бас редактор еді ол кезде. Ай, немене, сенің астынан су шықты ма дейді. Сөйтсем, ана кісі мына жаққа звондап қойған екен де, сенің балаң алған балаң маған келіп жүр ғой деп. Содан кейін осында да мына республикалық жаңадан ашылған өнер баспасында да жүріп биікке көтерілесің. Редактор ең білікті де, білімді, және ол қажетті мамандық. Сен мына жерде өсесің, танымың жетіледі, талғамың өседі. Анау не сөздерді өнер адамдарымен жүздесетін боласың деген ақылдарын айтып, соны қалдым. Соны мен оны өкінбеймін. Баспада жүріп баспагерліктің қыр-сырын үйреніп, редактор деген кім, корректор кім екен, соның қаншама авторлармен таныс болдым, үлкендер. Мысалы, менің есімнен кетпейтіні Ырымғайыл Нұрғайып ағамыздың Айдын деген монографиясына редактор болдым. Білмейтін, жөнді түсінбейтін сөздер болса, сөйлемдер болса жазып отырамын да, кейін сұраймын ғой авторлардан. Сонда Ырымғайыл аға риза болып еді. Сол риза болып арқамнан қаққаны мен қанаттандырды кәдімгідей. Ал енді Османхан Әубәкір ағайдың ән мәтіндерінің жинағына редактор болғаным бір қызық. Мысалы, Серік Әбдірайымов шақырады, корректордың бастары отыр, мына мұқабаның сыртында қате кетіпті деп. Атында. Мен айтам, қате емес деп қоям ғой. Бірақ қайдан қате көріп тұрмын, мынау дауысыңды аңсадым деген аты ғой, кітаптың аты. Сонда удан кейін ы деген әріп болмау керек дегенді айтады ғой. Мен айтам, мен мектепте жүргенде қанша жалғау жалғаса түбір өзгермеу керек, түбір өзгерсе сөздің түбірдің мағынасы өзгеріп кетеді дегенді санама сіңірген еді мұғалімдерім. Бұл қате емес деп шығып кеттім. Бірақ бұдан кейін ы болмайды деп тұр ғой. Оны дауысыңды оны сөйтсем, оны орфографиялық сөздікте сол удан кейін ы жоқ екен. Өзім сол кітапханаға барып, ол кезде мына Абай Гагариндегі баспалар үйінің 4-ші қабатында арнайы кітапхана бар. Сонда біраз кітаптарды аштым, ақтардым, кейбіреуінде бар, кейбіреуінде жоқ. Содан кейін директор шақырады деді. Мақсұт Әубәкіровтен ағай еді. Кейін ол сол телевизияда істеді ғой. Сосын ол кісі енді ана кісіге қарағанда кішкене қаталдау әңгіме айтты. Мен айтам, қате емес деймін. Қалай қате емес деп, орфографиялық сөздікте мынандай деп жазылған ғой деп, Алма апайымыз ол отыр ғой. Соны енді Құдай аузыма салды ма, аға бұл ән мәтіні ғой, ән тексті ғой, ана дауыс дыбыс алып тастасаңыз 2 нота түсіп қалады ғой дедім. Деді, ана сөз музыкант кісі еді, фортепиано тұрады, барды да, былай салды да, қате емес деп арқамнан қақты. Ал енді егерде ол қате ретінде танылатын болса, онда ол кезде кітаптардың тиражы 20 мыңнан 15 мың, 50 мыңға дейін барып жататын. Мұның 20 мыңдай тиражбен шығып жатқан кітаптың 20 мұқабасын жыртасыз да қайттан түтетесіз.
Бұл типография баспаға айтады, шығында төлеттіреді, баспа кімге төлеттіреді, кім кінәлі, сол бөлімге ананы. Осындай бір сәттер енді, мысалы Сәкен Жүнісов ағамыздың «Өліра» деген пьесалар жинағына редактор болғанымда бір керемет сәттер. Ал енді мысалы көркемдік кеңес деген болады. Әр кітаптың жаңа мұқабасының безенін талқылайды. Сол кезде бір суретші бір кітаптың мұқабасын алып келді. Ол бір ғана мұқаба емес, бірнеше мұқаба алып келеді ғой, бірнеше. Соны таңдайды, соны ең үздігін алады дегенде. Сонда кітаптың мұқабасына жаңа адамның инициалы, мысалы С нүкте Медеубек деген секілді жазып қойды. Мен ол автор есімде жоқ. Сонда Кәдірбек Уәлиев деген ағай айтқаны бар. Кешіріңіз, бұл кісінің, бұл автордың аты, азан шақырып қойған аты С нүкте ма, жоқ толық аты бар ма? Әдетте оқырман авторына қарап кітапты алуы мүмкін. Мысалы Олжас Сүлейменов десе, О Сүлейменов десең, қаншама О Сүлейменов бар. Олжас Сүлейменов десең, демек Олжекеңнің кітабы екенде болады. Сонда кітаптың авторының атына да қарап кітапты алынады. Сондықтан оны атын, есімін азан шақырып қойған. Толық жазыңыздар деген есімде қалып қойған. Ол кезде машинисткалар дейміз ғой, қазіргідей компьютер жоқ. Сонда бір машинисткалар болады. Сенің мәтінді оқып отырып, соның мазмұнына қарай жаңағы түзетіп отыратын. Қатеңді түсініп қадады. Кейбір машинисткалар болды, тура таңбаны, әріпті ғана түзетіп отыратын. Сен мағынасы мазмұнына қарамайды. Ал енді мына Кәдірбек Сегізбаев ағайдың қызы соны танып деді. Қабілетті ана басып отырғанда, ана кәдімгі оқып отырғанда өзі қатеңді. Екеуінен де қателеспейді. Қателеспейтін. Неше жыл істедіңіз өнер баспасында? Жалпы баспада істеп жүргенім өкінбеймін. Оның арасында жаңа Жетісу газетінде 93 жылдардан барып бөлім, ақпарат бөлімінің меңгерушісі болдым, редакторы. Кейін ана тілі Жарылғап Бейсенбайұлы шақырып, ана тіліне бардым. Ол ана тілінде еңбек еткенімді де мен жалпы өзімнің журналистік қарымның, арманымның бір орындалған, есік ашылған күндер деп есептеймін. Ана тілден басталды дейсіз ғой? Ана тілден керемет жақсы. Сағатбек аға, енді сіздің кәдімгі терең зерттеулеріңіздің де бар екендігін ел жұрт біледі. Алғаш зерттеулеріңіз, қателеспесем, сол 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісті сіз зерттеген азаматтардың бірісіз. Жаңа журналист болғанда армандағам ғой. Біздің ұстаздарымыз Темірбек Қожакеевті амандасып та, журналист не жазса да зерттеп барып, іздеп барып, деректерін анықтап барып жазу керек деп үйреткен. Сондықтан журналист болғаннан кейін жаңа оқиғаны, 16 жыл оқиғаны, соны анық қанығын, деректерін ашам деп жүріп, қалай ғылымға, қалай зерттеуге келгенін өзінде білмей қаласың. Сондықтан ол шындығында өзім туған жерімнің тарихы болғаннан кейін, оның ар жағында таландай ұлттың тағдыр тұрған үлкен құбылыс болған, және оны Мұхтар Әуезовтің «Қилы заман» деген повесі арқылы әлем танығандықтан, ол бір сол заманда елеусіз қалып қалған. 1976 жылы біз мектепті бітірген жылы ғой деймін, Серкел Қожамқұловтың «Жұлдыз» журналына «Ереуіл төбе» деген мақала шыққан. Ол мақаланы Серағаның аузынан жазып дайындап берген Бесмұқан Нұржекеев екен. Соны оқып алып, біз Мерғали, Дихан деген 3 кластас сол Ереуіл төбенің басына ескерткіш қоюымыз керекпіз деп патриот өзімізше содан жаңа қоятын затты тауып апаратын адамдарды, соны Оқан Жолдасбаев деген ақсақалымыз болды, бір ауылдың үлкен абызы. Сол кісіден барып, оның қайда Ереуіл төбе қайда екенін анықтап біліп алып, сөйтіп жүргенде біз анау келіскен ағайларымыз, трактористер, жаңағы шопырлар өздерінің жұмыстан босамай қалды да, ана жігіттер армияға кетті, әскерге, мен одан кейін кеттім дегенде. Кейін 80-ші оқуға түскен жылы, 80-ші жылы мен қазақ әдебиетіне «Мың сыр тұнған бір төбе» деп мақала жаздым соның негізінде. Кейін ол жөнінде Бекхан аға «Тарихи төбе» тағы жазды, Тұрсын Жұртбай да жазды. Сөйтіп жаңағы осындай бір қоғамдық қозғау салынғаннан кейін ақпарат құралдарында сол кездегі кеңес партиялық кездің өзінде 87 жылы, енді 16 жылғы ұлт-азаттық көтеріліске деген жоқ, бірақ Октябрь революциясының жаңағы бір юбилейіне икемдеп ескерткіш қойылды. Ол енді бүгінде әр 5 жыл сайын сол 16 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс біздің тәуелсіздігіміз үшін күрес болғандықтан, оның ар жағында қырғын болғандықтан, қан төгілгендіктен, оның бір үлкен бір ұлтқа серпіліс берген тек қана біздің қазаққа емес, Орта Азия елдеріне де сол патшалық империяның отарлауының бұғауын бұзған алғашқы бір үлкен күрес, соғыс, көтеріліс болған.
Сондықтан да оның мәні ешқашан жоғалмайды, әр 5 жыл сайын аталып өтеді. Өткен жылы 2 жыл бұрын 100 жылдық атап өтілді республика көлемінде. Енді оның ар жағында тек қана әйтеуір той жасау емес, сол тарихқа қатысқан тұлғалардың, сол тарих туралы жазған тұлғалардың, сол ұлттың тарихының бір ақтаңдақтарының орнын толтыруы. Қандай керемет. Сағатбек аға, тағы 2 сіздің зерттеуіңіз, біреуі ою-өрнектер жөнінде. Сіз мынау Алтайдағы қазақтардың арасында болдыңыз, тамсандыңыз, оны жаздыңыз. Және де енді музыка аспаптары туралы да сіздің жазғаныңыз бар. Енді бұлай ғой. Мен жаңа қайтадан айланып журнал, мен ұстазым кім болам деген тақырыпқа мен журналист болам деген, сонда ұстазым Тұрсынхан Шәлібек айтқан, журналист жан-жақты болу керек деп. Ол суретшімен сөйлесе, суретшіді білу керек, музыкантпен сөйлесе. Ал енді музыка аспаптары дегенде мен қолыма ұстап жүрген бала кезден домбыраның бұл үнін қаяқтан шығады, дыбыс қалай шығады, бала кезден қызығушылық қой оны. Болат Сарыбаевтың тірілткен аспаптар негізінде анау шертер ансамблі, отырар саз ансамбльдерінің ұлттық этнографиялық фольклорлық ансамбльдерінің құрылуына негізгі болған, түрткі болған сол Болат Сарыбаевтың тапқан, айлануға қосқан аспаптары болатын. Домбыра деген атауынан бастап, домбыраның сол этимологиясы бар, тарихы бар, құрылысы бар, әр бөлшегі бар, әр бөлшегінің қызметі бар. Соларды тірпектеп жазып, кейін тек қана бір домбыра емес, басқа аспаптарға ауысып кетті. Мен бір хоббиім секілді нәрсе. Керемет. Мынау шешен сөз. Бұл да осы қатардан ба? Бұл енді заман сөз, шешен сөз. Бұнда ел бір жұрт біледі. Шешен сөз дегенде Ахмет Байтұрсынов алдымен аузымызға оралады, ойымызға түседі. Өйткені әлеуметке деген істету үшін айтылған сөз ауызша болса шешен сөз, жазбаша болса көсем сөз деп анықтап таңба басқандай жазып кеткен. Ақын жазып кеткен. Ахмет Байтұрсынов шешен сөзді ары қарай бөлшектеп береді, көсем сөзді бөлшектеп береді. Біз көсем сөз деген жазба публистиканы зерттеп кеттік та, ал енді ауызша публистиканы аяқсыз қалдырдық. Соны енді докторлық диссертация ретінде мен алғам, бірақ докторлықты қорғап үлгерген жоқпын. Соны енді соның шешен сөз зерттеу барысында әлеуметке деген істету үшін, қоғамдық санаға қозғау салу үшін ақпаратты таратудың әдіс тәсілдері дегенде, өйткені газет, журнал болмай тұрғанда біздің қазақ бүткіл сұланбайтақ жерде айту арқылы ұстап тұрды ғой. Ал енді тек қана айту емес, мынау тастағы таңбалармен ақпарат беру арқылы да санаға қозғау салу болады. Дыбыспен де беріп әсер етуге болады. Сонан кейін жаңағы қимыл қозғалыспен, ишарамен де осының бәрін келгенде біз жаңағы заман сөз деп айтып қалған айтып жатырмын. Заман сөз деген сөз қайдан шықты деген әңгіме. Кезінде Ахмет Байтұрсынов заман хат деген айтқан, ұстазым Тауман Амандосов публицистика дәуіріне заманның сөзі деген сөз несі бар. Сондықтан заман сөз дегенде термин ретінде, атау ретінде қалдырып, заман сөздің жаңағы қимыл сөз, дыбыс сөз, бейне сөз, шешен сөз, көсем сөз 5 тармағын зерттеудің үстіндемін. Мұны 60 жылдығыңыз ұлықталуда, ел жерде, бүкіл халық көңіліңізден шығып жатыр ма? Өзімнің ұжымыма Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне жаңағы біздің қазір академик Ғалымқали Мұхтарұлы бастаған ұжым шындығында әлемнің ең үздік 800 оқу орнының ішінде 200-ке кіреміз деп, 226 орындамыз ғой. Енді амандық болса, дәл осылай ұмтылыстың ар жағында біз 200-ге кіретім сенеміз. Сол ұжымның осыншама биікке көтерілгенде ұжымның ынтымағы мен бірлігі. Енді оны күнделікті байқамау мүмкін. Мен өзім 5-ші қыркүйекте туғам. Сол күні мен факультет, университет өзі құттықтады. Оны әлеуметтік желіге айғайлатып жіберді оны. Мәселе осы 60-қа келгенде мен шындығында соған тұрамын ба, тұрмаймын ба, қандай еңбек сіңірдім деген әңгімеге жауап табу үстіндемін. Бүгін сол жауапты таптық деп ойлаймыз. Көрермендермен сіздің шығармашылығыңызды біршама талқыладық. Сіздің жаңа өзіңізге, өзіңіз айтып жатсыз, заман сөзде, шешен сөзде, бұл халыққа ұлағат, жастарға ұлағат, елге жұртқа қажет, керек дүние. Сіздің зерттеулеріңіз, 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілістің зерттеулеріңіз, жаңа қазақтың музыкалық аспаптарының да зерттеулері, бұның барлығы халыққа мұра, қазақтың ғылымына үлкен үлес қосқан сіздің. 70 жылдығыңызда осы жерде хабарда келсек, 80 жылдығыңызда хабарда келсек. Оған дейін де хабарласамыз. Өмірдің майданында журналистика деген үнемі жаңғырып жасарып отыратын мамандық, және ол қоғамның, өмірдің дамуына байланысты үнемі толығып отыратын керемет тартымды, керекті, қажетті мамандық қой. Мысалы, журналистер болмаса, сіздер болмасаңыздар, қоғамдық санаға қозғау салып отырмаса, ұлттың ұғымы мен түсінігін бір арнаға тоғыстырып отырмаса, мемлекеттік мүддеге, ұлттық мұратқа, халықтық қажеттілікке қарай
бұрап отырмаса, онда ақпаратсыз қалған әлемді мүлдем басқа келесі мүмкін емес қой. Меніңше, егер де шынымен де біздің тәуелсіз мемлекетіміз белгілі деңгейде биікке көтеріліп келетін болса, ең әуелі сананы бір арнаға тоғытып отырған журналистердің еңбегі деп түсінемін. Әмин. Жаңа өзіңіз 5 бағытта жасап жатқан зерттеулеріңіз туралы айтып кеттіңіз. Сол Құдай қаласа үлкен том-том кітап болып шыға берсін. Тек қана жақсылықта kesейік. Ал қымбатты көрермендер, сіздер бізбен бірге болыңыздар. Біз ары қарай жалғастырамыз. Елбасының мақаласындағы бірінші бөлімнің ұлт тарихындағы уақыт пен кеңістік деп аталуында үлкен мәні жатыр. Себебі осы арқылы қазақтың бойтұмырына айналған алтын адам, атқа міну, аң стилі, Қазақстанның алма мен қызғалдақтың отан екендігі, осы сынды мәселелер барлығы жан-жақтан ғылыми тұрғыдан талқыланып айтылған. Соның негізінде, яғни біз қазіргі осы уақытқа дейін тәуелсіздік кезеңінде атқарылған барлық стратегиялық жұмыстардың нәтижесінде Қазақстан қазіргі кезде әлем Қазақстанды толерантты дамушы ел ретінде таниды. Ал енді осы жаһандық дәуірдегі біздің бейнеміз қандай болмақ? Яғни былайша айтқанда біздің жаһандық дәуірдегі жанрымыз қандай болмақ? Жалпы сол тұрғыдан қарағанда уақыт пен кеңістік ұғымын елбасы осы тұрғыдан алып отыр деп ойлаймын. Осы жолғы мына маңызды құжат, Ұлы даланың жеті қыры деген құжат біздің тарихымыздың мыңжылдық екенін, сонау түркі дүниесімен байланысты екендігін көрсетуге бағытталған десек болады. Қай жағынан алсақ та, бұл мақала біздің қазақ елінің рухани мәдениетін, материалдық мәдениетін, осы ғасырлар бойы қалыптасып келген қаншама құндылықтарымызды, ұлттық құндылықтарымызды әлемге бренд ретінде таныстыруға бағытталады. Халық өзінің мәдениетін, тарихын, өзінің ұлттық тілін білуге тиісті. Сондықтан бұл президентіміздің кезекті мақаласында өткен 1,5 жыл жарық көрген рухани жаңғыруға қатысты мақаланың логикалық әрі қарай қисынды жалғасы деп есептеймін. Бұл осындай қадам не үшін керек? Біріншіден, қазіргі жаңғырып жатқан заманда, технологияның, әртүрлі техниканың даму заманында тарихқа кейін қарай шегініп, оны біліп терең үңілудің себебі объективті тұрғыда біз қарастыруымыз керек. Әртүрлі мифтері, аңыздар түрінде емес, нақты тарихты білу әрбір өркениетті азаматтың міндеті. Құрметті өнерсүйер қауым, алдағы уақытта Лондон көшелерінің біріне көне мен жоғарғы технологияның синтездік тұтастығының үлгісі сынды мүсіндік композиция орнатылмақ. Өнертанушылар оның Лондон тұрғындарының жоғарғы бағасына ие болатынына сенімді. Неге бұл жаңалық біз үшін маңызды? Өйткені мүсіндік композицияның авторы қазақстандық суретші Зұлқайнар Қожамқұлов. Бүгін қала көшелерінен Зұлқайнар Қожамқұловтың өнер туындыларын жиі тамашалауға болады. Біз бүгінгі қызықты сұхбатымызға Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, атақты мүсінші Зұлқайнар Қожамқұлов бүгін бізде арнайы студиямызда қонақта. Қалың көрерменге айтып жатырмын, Лондонда Құдай қаласа сіздің мүсініңіз орнатылады. Бірақ Лондоннан бұрын сіздің керемет мүсініңіз Алматы қаласында орнатылды. Бір емес, бірнешесі. Ең атақтысы бүгінгі таңда әлеуметтік желілерде жиі талқылануда. Ол мынау Алматы қаласындағы Әл-Фараби мен Сейфуллин көшелерінің қиылысындағы сіздің Батыр деген мүсініңіз. Теріс қарап тұрып шалқайған атта жаңағы жебесін жауына жіберіп атқан керемет Батырдың мүсіні бүкіл ел жұрт шулауда, айтуда, тамсануда. Оның бойында мінез де бар, оның бойында сымбат та бар, оның бойында әдемілік те бар, және бір Қобыланды батырға ұқсайтын секілді дейді. Не дейсіз? Енді ол мүсін бүкіл батырларға арналған. Қобыланды деп атын ойлағамыз, қоямыз деп бұлайды. Батырлар көп қой. Қазақта батыр көп қой, бәрінің бір жиынтық ортақ образы дейсіз ғой. Жаңа технологиядан жасалған мүсін. Ол анау машиненің бүкіл темір тесектен жасалған нәрсе. Бүгінгі заманның өнер туындысы дейсіз ғой. Иә. Анау анықтап қарасаң, бір болттар да көрінеді, бір шайбалар да көрінеді. Иә, амортизаторы бар, шестеренкилер бар.
Он бірін қалай біріктірдіңіз? Енді оны Алматыдан жинадық, СТО бәр жерге барып, енді жинағанда оның бәрін сатып алдық қой. Қасымда бар сварщиктер, уже профессиональный сварщик болу керек та, арасында сталь, железо, чугун. Ал енді ана мінезді қалай бердіңіз, мінезді? Темірді әрине сізден кейін 1000 рет оның бәрін бірі өзара дәнекерлеуге болады, бірақ дәл анандай мінезді беру өте қиын шығар. Мүсін не жасайсыз, ол ішіндегі күшін бермесен шықпайды ол. Қалай темірді қоссаң да, қоспасаң да, бірақ оның бәрін аттың мінезін, батырдың. Ал идея қайдан келді? Неге батыр? Неге әнші емес, неге биші емес, неге журналист емес деп қойшы? Енді бұлай қараса Қазақстан жері үлкен. Оны әнші көп дейсіз. Әнші оны қорғаған жоқ. Әнші оны қорғаған жоқ, міне дұрыс. Оны қорғаған біздің батырларымыз. Зұлқайнар аға, сіздің тағы бір үлкен туындыңыз жаңағы батыр туындыңыздан алыс емес, өгіз деген туындыңыз бар ғой тағы да. Бірақ оның құрылымы сәл басқаша секілді. Ол да бірақ темірден, Иә. Металдан, яғни. Ол да металл, стимпанк деп аталады. Зұлқайнар аға, енді жаңа ғана мен хабарды елге жұртқа хабарладым. Сіздің тағы бір туындыңыз бұйыртса Лондонның орталық көшелерінің біріне орнатылмақ. Лондондықтар сізге қалай шықты? Меценат дейді ғой. Сол бір ағамыз көмек беріп жатыр. Эльмира Ахметова деген галерея. Енді үш жақтан екі художник, галерея и меценат. Үш жақтан бірге жұмыс істеп жатырмыз. Біз енді суретшілер ретінде суретті жасаймыз. Олар уже Лондонға, Парижге, Алматыға, Астанаға қояды. Олардың енді солай реклама жағынан интернеттен көріп, содан кейін заказ келе жатыр да, ешкім танымайды ғой. Яғни сіз алдын ала жасап қойдыңыз, және содан кейін барып ол мүсінге лондондықтардың көзі түсті ғой. Батырды көрді олар интернеттен, бұқаларды көрді, тағын бір Степная Мадонна деген бірінші жұмыс, оны да көрді, содан кейін сөйтіп интернеттен пайда болды. Осы заказ. Ал өзіңіз жалпы бұл өнерге қалай келдіңіз? Өзім болғанда бұлай ғой, кішкентай бірінші класстан бастап сурет салғанбыз. Содан кейін бір Тамара Павловна деген бірінші класстың мұғалімі сабақта мен енді бір пластилинмен бір есек құсаған, ат құсаған сол бір нәрсе пластилин жасадым да, соны көріп мені мақтады. Сол кезде бірінші класста. Сол мақтаған кезінен бастап мен бір сондай энергия алдым да. Енді біздің анамыз баяғыда білесіз ғой, кілем тоқитын еді, көрпеше тігетін еді, ана қыздардың киімдерін тігетін еді, өнер бәрі қолдан шыққан. Мен өзім ойлаймын, сол анамыздың бір жағынан дарыны келген шығар деп жатырмын да. Өте жақсы. Енді бүгінгі таңда Алматы қаласынан басқа Қазақстанның қай қалаларына туындыларыңыз тағы да тұр? Баяғы ескі жұмыстар ол Шымкентте бар. Біздің қалалар өсіп жатыр ғой. Астана, жаңа қала. Қазір Алматыда өзгеріп кетті. Қазір Шымкент шықты, қала миллионның город деп. Мына жақта Ақтөбе бар, көтеріп жатыр. Көп қала көтеріп, сондай жерге біз осындай мүсіндерді қойсақ, сәйкес бізге заманымызды көрсетіп, солай да жақсы болатын еді. Зұлқайнар аға, сізге көп рахмет. Біздің студиямызға келіп құнды ойларыңызбен бөлістіңіз. Біз сізге әрқашан шығармашылық табыстар тілейміз. Биіктерден көріне беріңіз. Қазақты әлем тек қана кең байтақ жерімен, орасан қазба байлықтарымен, сонымен қатар өнерімен де танып жатыр. Соның бірден бірі өзіңізсіз. Сонау Британ жұртшылығы сізді бүгінгі таңда мойындауда. Лайым солай болған дейміз. Біз сізбен мақтанамыз.
Иә, көп рахмет. Рахмет. Ал қымбатты көрермендер, біздің бүгінгі бағдарлама осымен аяқталды. Әрқашан рухымыз биік, санамыз ашық болсын.